Менің туған жерім кең далалы, көк аспанды тарихы терең Ақмола облысы, Ешім ауылы. Бұл өлке жұртына аңқыған арқа, бұл батырлар ізі қалған қасиетті мекен. Мен осы жерде өмір сүріп келемін, және мен бір нәрсені мақтанышпен айта аламын. Мен Бөгенбай батырдың ұрпағымын. Бөгенбай батыр қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күрескен даңқты қолбасшыларының бірі. Ол орта жүздің арғын тайпасына шыққан Абылай ханның сенімді батырларының бірі болған. Ел аузында оны Қанжығалы Бөгенбай деп те атайды. Батырдың ерлігі мен елге сіңірген еңбегі қазақ тарихында ерекше орын алады. Тарихи деректерде Бөгенбай батырдың ұрпақтары жайлы мәліметтер бар. Ал ел аузындағы шежірелерде оның жалғыз ұлы Бөкенші туралы аңыз сақталған. Аңыз бойынша Бөкенші жас күнінде әке-шешесінен ерте айырылып, нағашыларының қолында тәрбиеленеді. Ол Қарағанды өңіріне барып, сол жерде ер жетеді. Батырдың қаны бойында тулап тұрған жас жігіт әділдікті, еркіндікті ту етіп өседі. Жастайынан қайсар, өжет болып қалыптасқан Бөкенші елге төнген қысым мен әділетсіздікке қарсы тұрады. Ел аузындағы әңгімелерде оның орыс патшалығының шенеуніктерінен кейбір жерлерді қайтарып алып, халық игілігіне бергені айтылады. Ол тек батырдың ұлы ғана емес, елге тірек болғаны, әділ басшы ретінде танылады. Кейін Бөкенші Ақмола өңіріне қоныс аударып, осы аймақта өмір сүрген десе де, Ақмола даласында ол байып қана қоймай, елге қамқор, сөзге берік, әділ шешім айтатын би дәрежесіне көтерілген. Халық оны әкесі батыр, өзі дана деп құрметтеген екен. Бүгінде Сарыарқа даласында Бөгенбай батырдың ұрпақтары тараған деген шежірелік деректер айтылады. Батырдың ұрпақтары Ақмола облысының әр аймағында өмір сүріп жатыр. Біз сол тектің жалғасымыз. Жақында Ешім ауылында Бөгенбай Мәнте ұрпақтары үлкен ас берді. Аламан бәйге өтті. Қазақ күресі ұйымдастырылды. Ат жарысының дүбірі даланы жаңғыртты. Бұл жай ғана мереке емес, бұл бабалар рухына тағзым. Сол аста 2016 жылдан бері жазылған «Бабалар рухына тағзым ұрпақ парызы» атты кітап жарық көрді. Бұл кітапты жазған Бөгенбай руынан тараған менің атам Файзолла Тоқанайұлы. Ол кісі тек шежіре жазған жоқ, ол тарихты тірілтті. Ол бабалар үнін қағазға түсірді, ол ұрпаққа аманат қалдырды. Бірі найзамен ел қорғады, бірі даналықпен ел басқарды. Бүгінгі ұрпақ сол рухты жалғастырушы. Ақмоланың кең даласына қарасам, мен ерлікті көремін. Желдің үнін тыңдасам, тарихтың тынысын сеземін. Менің туған жерім, менің мақтанышым, менің тегім, менің күшім. Мен Бөгенбай батырдың ұрпағымын, және мен өз жерімді шексіз сүйемін.